қалай өзіміз қосып алу керек екендігін көрсететін боламын. Ешкімге ешқандай ақша төлеудің қажеті жоқ. Өздеріңіз осы видеоны көрсеңіздер қосып аласыздар. Ол үшін мынау менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Біріншіден сіздерге AdQuart VPN керек болады. Оған описаниясына мен ссылканы қалдырып кетемін, сол жерден скачивать етіп алып өздеріңізге орнатып регистрация жасасаңыздар болады. TikTok аккаунт новый болады, достар. Ол жерге жаңа электронды почта дайындап қойыңыздар, яғни TikTokқа тіркелмеген. VPN программасын ашасыздар. Міне мен сіздерге қайтадан ашып көрсетейін. Ішіне 2 рет басасыздар. 2 рет басқаннан кейін сол жақтарыңызда мемлекеттер тұрады. Осы жерде Франция мемлекетін таңдайсыз. Сосын подключение кетеді. Міне подключено Франция деп шығып тұр, достар. Одан кейін Google браузерді ашасыздар. Новый электронды почтамен дайындап қойған регистрацияға. Сосын бүйтіп басасыздар да узнать свой IP деп жазасыздар. Так, узнать свой IP. Міне өйстіп жазасыздар. Осы жерде мынау 3-ші тұр лупаның суретімен осыны таңдайсыздар. Так, мына жерде код сұрауы мүмкін, кейбіреулерден сұрамауы да мүмкін. Мен мысалы код сұрағаннан кейін жазамын. R3 G Z T F, жаңағы F үлкен екен, F4 дейді. R мына жерде үлкен әріп. R3 G так, Z F4. Продолжить басамын. Менде кішкене интернет слабый, сондықтан ақырын жұмыс жасап тұр. Сондықтан да кішкене сабырлық сақтап күтіңіздер, иә. Мені көрдіңіздер ме? Местоположение Франция деп бір, яғни менің VPN-ім жұмыс жасап тұр. Одан кейін сіздер құр tiktok.com деп TikTok сайтына кіресіздер. tiktok.com осы жерге кіресіздер. Осы жерге кіргеннен кейін регистрация дегенге басасыздар. Міне қызыл жазумен тұрған. Осы жерге ввести телефон или электронный почта деп тұр. Осы жерге адамның жаңағы туған айын, жылын көрсететін боласыздар. Так, январ 18 жасқа толған болу керек. 2001 мысалы 3 деймін. Сосын зарегистрироваться через электронную почту дейсіздер. Мен электронный почтаны жаңа дайындап қойдым, иә, міне. Сол электронный почтаны осы жерге жазасыздар. Одан кейін пароль ойластырып табасыздар. Пароль. Так. Міне парольді ойластырып табасыздар. Бұл пароль өзгеріп кетеді, достар, сондықтан да осы парольді жазып кіреміз деп ойлап жүрмеңіздер. Так, енді отправить код деймін. Отправить кодға басасыздар. Отправить кодқа басқаннан кейін мына электронды почтаға жаңағы код келеді, міне 626 747. Мен жазамын 626 747. Астаға қаратай түсіресіздер, далее деген болады. Далее дегенге басасыздар. Сол кезде бізді TikTok аккаунтқа кіргізеді, достар. Міне загрузка жүріп жатыр. Бұл уже сіздерде мына жерде пропустить дейсіз, имя пользователя, оның бәрін сосын кейін істесеңіздер болады. Міне франциялық TikTok аккаунт бізде ашылды. Қазір осыдан кейін мен сіздерге телефонмен кіріп, жаңағы бета функциясы бар екендігін көрсететін боламын. Достар, көрдіңіздер ғой, жаңа ғана осыған аккаунт аштым. Міне екінші телефон. Мына жерде TikTokқа кіреміз. TikTokқа кіргеннен кейін мына жерге басасыздар да, мына жерде адамның атына басасыздар, добавить аккаунт дейсіздер. Одан кейін мына жерде добавить еще аккаунт дегенге басасыздар. Сосын мына жерде продолжить телефон или почта деген бар. Войти адрес электронной почты, мына жердегі
достойно арқылы ашылған аккаунт достар. Так, не сейчас, окей. Инструмент авторға кіресіздер, мына жерге басасыздар. Осы жерде қазір монетизация творческий бета деген версия болады. Достар, осылай міне ешкімге ақша бермей осылай ашып алсаңыздар болады. Лайк басыңыздар.